Өміріңізден, өз әулетіңізден. Саламатсыздар. Менің әкем Белгібайұлы Қадыржан. Ол кісілер Семей облысы тұрғындары, Абралы жерден тұрады. Ол Қаракесек. Енді мына Міржақып Дулатов сіздің аталарыңыз Семейге түрмеде жатқанда менің әкемнің әкесі Белгібай 2 үйір жылқы беріп, ол кісіге кепілдікке беріп түрмеден босатып алған. Бұл туралы Қалмұқан Исабаев деген жазушы 1993 жылы Қазақ әдебиеті газетіне үлкен мақала жазған. Біз енді кішкене кішілекке болған соң, ол мақаланы Семей қаласының жазушысы Медеу Сәрсекеев қайрадан жазып қорытып, біздің әкелікімізді, қалған ұрпақтардың бәрін жинақтап, осыны бәріне хабардар етіп жазған болатынтын. Газеттерге де жазды, сосын Төлеухан аға марқұм ол кісі де газетте жазған, облыстық республикалық газетте жазылған. Енді ол кісінің қызының аты Гүлнәр, енді осы Қадыржанның бір қызының аты Гүлнәр, Семейде дәрігер болып жұмыс істейді. Сонда кішкене болса дағы біздің аталарымыздың бір тиген не үшін өте мақтанамыз, қуанамыз. Рахмет. Атамның атына рахметімді айтып, біздің қолыңызды аламын. Бұл шамасы патша үкіметі кезінде 1913 жылдар болса керек. Иә, солай болды. Түрмеде отырды ғой. Енді соның 1-2 үйірдің